Қайырлы күн. Бүгін сіздермен картоппен дайындалатын вареники дайындаймыз. 600-650 грамм ұн електен өткіземіз. 1 шай қасық тұз, 300 грамм қайнап тұрған су. Осылайша араластырып, 1 жұмыртқа және 3 ас қасық май қосасыздар. Бұл қамырдың аты заварное тесто деп айтылады. Яғни қайнатпалы қамыр. Жақсылап илеу керек. Бір кило картопты тазалап, осылайша тұзды суға қайнатып алып, 50-100 граммдай сары май қосып, езіп, пюре начинкасын дайындаймыз. Осылай июі қанған қамырымызды алып, тез-тез зыпылдатып, жұқа қамыр қылып жаямыз. Осылай өзіңізге ыңғайлап, қажетті формамызды кесіп аламыз да. Начинкасын салып, тұзды суға 5-10 минуттай пісіріп, қайнатып аламыз. Өзі бетіне қалғып шыққан вареники пісті деген белгісі. Сіздер де осы тәсілмен пісіріп көріңіздер. Өте дәмді, жеңіл тағам. Балалар өте сүйіп жейді. Ас болсын.